Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге көкем мен анашымның бау-бақшасын ең бірінші ұсынып отырмын. Осындай керемет үлкен көлемде бау-бақшалары бар. Ішінде барлық жеміс-жидектер өседі. Оның ішінде қазіргі таңда жаз мезгілінде пісетін осы шиемізді теріп алдық. Анашым екеуміз осы шиенің қысқа қалай қатыру жолдарын, осындай өзінің дөңгелек күйінде қалай қатыру жолдарын көрсететін боламын. Ешқандай бұзылмайды, езілмей қалай қатыру жолдарын айтатын боламын. Ең алдымен осылай шиелерімізді салқын суға, яғни жуып шығамыз. Жапырақтарынан барлығын ажыратып, әдемілеп салқын суға жуамыз. Одан кейін осындай морозильниктен осындай бір ыдысын алып, астына үлкен көлемді салафанымызды салып шығамыз. Осындай үлкен көлемді салафанды осы морозильниктің ыдысына жайып, одан кейін шиелерімізді осы салафандардың үстіне төгетін боламыз. Бірінші қатарына, үстіне төкпейміз, бірінші қатарына осылай жайып шығатын боламыз шиелерімізді. Видеода көрсетілгендей сіздер де жасап көріңіздер. Бірінші ең алдымен осылай шиелерімізді бірінші қатарға жайып аламыз. Одан кейін үстіне тағы да салафанды салып, тағы да екінші қатарға шиемізді салып шығамыз да, барлығын осы шиелердің барлығын солай қатырып шығатын боламыз. Қазір видеода көрсетілгендей қылып, сіздер де жасап шығыңыздар. Ешқандай өкінбестер, ешқандай шие езілмейді. Осы дөңгелек қалпында қалатын болады. Және де достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Мінекей достар, біз шиелерімізді қатар-қатар салып шықтық. Дәл осы видеода көрсетілгендей қылып сіздер де жасап шығыңыздар. Қатарынан осы шиелерімізді салып шықтық. Енді осы шиені бір түнге морозильникке салып қоямыз. Мінекей достар, біздің шиеміз бір түнге морозильникте тұрды. Дәл осылай қап-қатты болып қатты, дөңгелек құсап, доп құсап, өзінің ешқандай да түрін бұзбаған, ешқандай да езілмеген, сол қалпында шиелеріміз қатып шықты. Осылай қолымызбен қанша рет мұжып көрдік, сол қалпында қатып шыққан, ешқандай су ақпаған, көлемінде өзгертпеген. Енді осындай салафандарды алып, барлық шиелерімізді салафанға салып шығатын боламыз. Немесе осындай морозильникке қатыруға арналған, заморозкаға арналған пакетиктеріңіз болса, соған салып қатырып қойсаңыздар болады. Осылай пакетке салып, ең алдымен бірінші осылай жайып қатырып алғандарыңыз дұрыс. Ал бірден шиені алып, осындай пакетиктерге салып қатырып қойсаңыздар, ол кезде бір-біріне жабысып, ертеңгі күні, қыстың күні ешқандай да ажыратып аламайтын боласыздар. Ол кезде ерткен кезде ол одан сайын езіліп, суы ақып кететін болады. Дәл осылай мен сияқты қатыратын болсаңыздар, ешқандай да суы да ақпайды, сол қалпында, сол күйінде қатырып шығатын болады. Барлығын осылай пакетиктерге салып, қайтадан морозильникке қатырып қоятын боламыз. Бұл шиелеріміз компотқа немесе түрлі жаңағыдай пирогтарға, торттарға әсемдік үшін де пайдалануға болады.
Мен неғұрлым осындай шиелерді алып компот жасағанды ұнатамын, сондықтан осылай шиелерді қатырып отырмын. Басқа да жеміс жидектерді дәл осылай жеке-жеке қатырсаңыздар, сол қалпында қалатын болады. Енді осы морозильниктің ысысына салып, қайтадан морозильникке қатырып қоямыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео сіздерге ұнады деген сенімдемін.